Ассаламу алейкум достар. Қазір мигранттар бізге Қазақстанға келе жатыр, әңгімелер көп. Мына ғаламторда көп деген айтады, жазылады олар. Халықтың ұлттық рухы, намыс көтерілді деп айтылады, біреулер айтады. Барлығы мигранттарға қарсы шықты айтады деп. Бірақ менің ойымша, бірақ олай емес. Егер Қазақстанда ақпараттық толқын көтерілсе, шу шығарса, онда сырттан біреуге осы мына керек. Өйткені Қазақстан өз ақпараттық кеңістігі жоқ. Бізде өзіміз ғаламтор жоқ Қазақстанда. Неге олар мұны істейді? Олар таяу шетелден бізге қамқорлық жасамайды. Өзі мүдделеріне қамқорлық жасайды. Мұны не үшін жасайды? Біреулер сұрайды. Өйткені егер барлық ер адамдар шетелге қашып кетсе, сонда кім соғыста қатысады? Оларға зеңбірек, еті керек. Сондықтан олар мына қазақтардан бізге қалай қазақтар өздерін отанына қайтару үшін ақпараттық толқынды бізде көтеріледі біздің ғаламторда. Тролльдармен қазір боттар түсініктемелерде жұмылдарудан қашқандар, сатқындар деп шабыттандырады бізге. Егер сіз бұл туралы менің пікірімді сұрасаңыз, бұл туралы менің екі пікірім бар. Мына мигранттар туралы. Бірінші пікірім, ер адамдар өз елінен неғұрлым көп кетсе, соғұрлым аз ер адамдар әскерге түседі. Олар Украин елдері мен балаларын соғұрлым аз өлтіреді. Бұл Украина үшін біздің көмегіміз. Екінші пікірім, мен мигранттарға қарсымын. Себебі олармен Қазақстанға диверсанттар мен арандатушылар кіре алады. Бірақ бұл біздің арнайы қызметтеріміздің жұмысы. Тағы да мигранттардың келуіне байланысты азық-түлік пен тұрғын үйді жалға алу бағасы өсті. Бұл ақпан айынан бастап бұл ағашқа көші-көн емес. Бірақ соңғы емес, өкінішке орай. Әзірге нақты санкциялар әлі басталған жоқ. Нақты қатаң санкциялар желтоқсан айында басталады оларға таяу шетелдің елге қарсы. Мұнай эмбаргосы енгізілген кезде басталады. Егер олар Украинаны ядролық қарумен ұрса, сонда батыс әлемі оларды оқшаулайды. Экономиканың құлдырауы басталады. Сонда миллиондаған мигранттар Қазақстанға қашады. Санкциялар енді ғана басталады желтоқсанда. Сонда ғана өте нашар болады. Сондықтан болашақта соғысқа шақырудан қашқандар аяқталып, экономикалық босқындар басталады. Бізде мұндай қажет па? Қажет емес менің ойымша. Сондықтан шекараны қалай жабу керектігі туралы ойлану керек. Мысалы, тұмау, немесе коронавирустың күшеюі, немесе басқа себептерді ойластыру керек. Қазақстанға Ресей қазақтарын жіберу керек. Шұғыл түрде оларға азаматтық беру керек. Себебі олар соғысқа қатысуға жүгіреді. Ең бірінші жүгіреді. Қазір соғыста қаза тапқандардың саны бойынша Ресей қазақтары екінші немесе үшінші орында тұрады. Оларды құтқару керек. Олардан нағыз манкурттар жасалды. Бұл біздің кінәміз бар. Өйткені біз Ресей қазақтар туралы ұмытып кеттік. Оларға көмектеспейміз.
Біреулер айтады, ой, мына мигранттар Қазақстанға ақшамен келеді деп, сауда жасайды деп айтылады. Бірақ бізге доллар, евромен керек. Олар немен, рубльмен келеді. Оның бағамы жасанды түрде 2-3 есе артады. Өз елінде олардың валютасын доллар мен евроға ауыстыруға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан бізге доллар мен евро сатып алуға келеді. Маған Қазақстандағы айырбастау пункттері мен банктер рубльге толы екенін айтты. Енді олардың валютасы қайда жіберу керектігін ешкім білмейді. Бүкіл әлемде оны ешкім алмайды. Мигранттар мәселесі өте күрделі мәселесі. Сондықтан әрбір қазақ бізге мигранттар керек пе, керек емес пе, керек жоқ па, соны шешу керек. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.